Сәлем достар, бүгін сіздермен тағы да Гүлнұр. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге дәл осындай аяқ киімнің тоқылу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Аяқ киімді тоқу үшін әрине кез келген табан. Менде бұл осындай сабы табаны. Өзінің осындай нелері бар, тоқылатын жіптері бар. 38-ші размер, бірақ бұлар бір размерге маломерка жүретін болғандықтан 37-ші размер болып есептеледі. Алған кезде 38-39 аласыздар. Және де крючок. Менде бұл не бірінші, не екінші крючокпен тоқи өсеңіздер болады номерін. Мен мынаның номерінің қандай екенін есіме түсіре алмай отырмын. Қателеспесем бірінші номерлі крючок ау деймін. Мына өшіп қалыпты, өзімнің күнделікті тоқып жүрген крючогымды жоғалтып алдым. Бізге осындай жібек жіп керек болады. Шелк дейді ғой, шелк жіп. Бұл жіп сатылған кезде бір мотогы 400 теңге, және де ол осылай оралып тұрады да, өздеріңізге ыңғайлатып осылайнан орап алғандарыңыз дұрыс. Себебі шимайласып қалуы мүмкін, және де әр кескен сайын мына жерін күйдіріп отыруымыз керек. Себебі бұл бірден сөгітіліп кетуі мүмкін да, мына жерін тартып қалған кезде. Сол үшін бізге сіріңке керек болады. Одан кейін қайшы керек болады, және де осындай кольцолар керек болады. Мынандай. Бұл кольцолармен біз осы кольцо арқылы тоқитын боламыз. Бұларды мен қай жерден алғанымды видеоның соңында айтатын боламын. Біз ең алдымен аяқ киіміміздің бетін тоқимыз. Бетін тоқып болғаннан кейін барып, мына табанға жалғайтын боламыз. Ол үшін әрине кольцомызды аламыз. Бізге 22 дана кольцо керек болады осындай. Мінекей, жібімді дайындап алдым, мына жерін күйдіріп алдым. Күйдірмесек, бұл сөгітіліп кетеді. Енді осы кольцомызды аламыз, крючогымызды аламыз. Кольцомызға бірінші осы шеңберді айналдырып тоқитын боламыз жібімізді. Ортасынан осылай жұмыс жібін шығарып аламыз. Дәл осылай жұмыс жібін шығарып аламыз да, бір жіп іліп аламыз. Міне. Енді осы шеңберді айналдырып 12 петля без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Мына жіпті міндетті түрде бірге тоқып айналдырып кетесіздер. 3. Міне төбесінен санаған кезде көрдіңіздер ме? 1, 2, 3. 3 болды. Осылайынан 12 жіп тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 жіп болды, міне осылай. 12 жіпке толғаннан кейін келесі кольцомызды жалғайтын боламыз. Ол үшін, міне, мына біздің тоқып атқан кольцомыз. Осының сәл ғана былай арт жағына қоямыз да, мына кольцоны. Осы екінші жаңадан қосқан кольцомыздың ортасынан крючогымызды шығарып, жұмыс жібін іліп шығарамыз да, бір петля без накида тоқимыз. Біреу тоқыдық, енді ары қарай тағы да 12 тоқымыз керекпіз. Енді 11 тоқимыз. Мынаған 12 тоқыдық па, енді мынаған да 12 тоқимыз. 2, 3, 4. Міне осылайдан жалғанып кетеді. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 тал тоқып алдым. 12 тал тоқып болғаннан кейін келесі үшінші кольцомызды жалғаймыз. Тура жаңағындай. Сәл мына жерге қоямыз. Ортасынан шығарамыз да 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Дәл осылайынан жалғастырып тоқи береміз. Бізде бірінші қатарда 7 кольцо тоқылу керек. Мына жерде 3-еу, енді 4 кольцо тоқимыз осыған жалғап. Сонда 7 кольцо тоқып болғаннан кейін кездесетін боламыз. Әр кольцоға 12-12 жіптен тоқимыз. Мінекей, мен 7 кольцомды осылай тоқып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кольцо. Әр қайсында 12-12 петлядан, е? Негізінде бізде толығымен 24 петля болу керек. Біз 12-сін тоқып болдық, енді бұлайынан екінші бетін айналдырып, тағы да 12 петлядан тоқып шығамыз. 12-мен тоқыдық па, 12-мен біттік па, енді ары қарай тағы да дәл осы жерден жалғастыра береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 тал болды, мінекей. Енді мынаны сәл-пәл бүйтіп жақындатып қойыңыздар бір-біріне. 12 болғаннан кейін енді осы жерде мұқият қараңыздар. Сәл жақындатайын. Міне. Мына жерде мынандай жіп бар бізде. 2 кольцоның ортасында. Міне былай тұрған. Міне 1, 2 жіп, е? Міне. Мына жіппен сосын мына кольцоға жалғанып тұрған жіп тұр, е, міне. Осы жіп. Осыдан жұмыс жібімізді іліп, біздің күрчогімізде 3 жіп тұр. Осы 3-еуінен бірдей бір жіп шығарып аламыз. Яғни соединительный петля. Осылайынан 2 кольцоның ортасын жалғап аламыз. Егер де сіздер бірден мынаған тоқып кететін болсаңыздар, онда екеуінің ортасы тесік болып қалады. Міне. Енді ары қарай мына жерде 12, тағы да 12 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, 12 тал тоқып біттім. Енді жаңағындай. Дәл міне. Мына жіпке жалғамайсыздар, мына жіпке. Міне, мына 2 жіпке жалғайсыздар. Міне. Мына екеуіне. Осылайынан шығарып аласыздар да бір соединительный петля жасайсыздар. Міне. Келесі кольцоға солай кете береміз. Мына жерге соңғы кольцоны тоқып болғаннан кейін кездесеміз. Мінекей. Мен басынан бастап тоқып шықтым. Осылай біздің кольцоларымыз толығымен тоқылады осылай, е. Енді ары қарай соңғы осындай бір кольцо қалады. Бұны бұлайынан бір жаңағындай жалғап аламыз екеуін. Енді ары қарай тағы да 1, 2, 3, 4. 4 петля тоқып алғаннан кейін осы жерден бастап, енді біз мына бірінші қатарымыз бітті. Біз енді екінші қатар тоқитын боламыз. Екінші қатарда әр қатар төмен қарай тоқылған сайын бізде мына кольцо санымыз бір кольцоға кеміп отырады. Мына жерде біз 7 кольцо тоққан болсақ, енді келесі қатарда 6 тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Енді осы жерде жаңағындай нені жалғап аламыз. Кольцомызды. Бағана қалай жалғадық? Тура солай. Міне. 1. Біз 12 тал тоққан болсақ, енді
әрбір кольцоға 4-4 талдан бөлеміз, 12-ні 4-4 талға боламыз. Жаңа мына жақта мен 4 тоқыдым ба, енді мынаған тағы да 4 тоқимын. Екінші кольцоға 1, 2, 3, 4. Иә? 4. 4 тоқығаннан кейін мынаны сәл тартамыз да, жұмысымызды бұрамыз артқа қарай. Бұрып, міне, артынан санаймыз. Мына тоқылған жер емес, мына жерден 1, 2, 3, 4. Төртінші петлядан арт жағынан күрчогімізді шығарып, мынау жаңағы тоқып біткен жібімізді осылайынан тартып шығарамыз. Тартып шығарып, қайтадан орнына айналдырамыз. Сол кезде екінші қатар бізде жалғанады. Осылай жалғанады. Жалғанғаннан кейін ары қарай осы кольцоға тағы да айналдырып 4 петля тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4. 4 болды, міне. Мынаның арасын сәл бүйтіп итеріп тұрыңыздар. 4 болды, иә? Сонымен бізде 8 тал болды мына жақта. Енді осы жерден тағы да бір кольцо жалғайтын боламыз. 1, кольцо 1, 2, 3, 4. Міне 4 тоқыдық. Енді келесі жұмысымызды кері қарай айналдырамыз да. Міне, бұлай айналдырып. Мына жерден тағы да артынан 1, 2, 3, 4 петлядан күрчогімізді шығарып, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Енді қайтадан жұмысымызды орнына айналдырамыз да. Орнына айналдырып, осы жерден тағы да кольцоға 4 жіп тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді ортасын итеріп тұрыңыздар. Тағы да жібімізді айналдырамыз. Жұмысымызды. Енді мына жақтан емес, мына жақтан тағы санаймыз. 1, 2, 3, 4. Төртінші жіптен тағы да жұмыс жібімізді іліп шығарамыз. Қайтадан жұмысымызды орнына айналдырамыз. Осылайынан. Енді осы кольцоға біз жаңа мына жақта 8 ғана жіп тоққанбыз. Енді біз мына кольцоға 12 жіп тоқуымыз керекпіз. 4, 4, тағы да 4 тоқимыз енді. 1, 1, 2, 3, 4. 4. Сонда бізде мына жақтағындай, мына жақтағы да кольцоларымызда 4, 4, 12, 12-ден болу керек қатардың соңына дейін. Үстіп 12 жіп тоқып болғаннан кейін біз тағы да кольцо жалғайтын боламыз. Міне, артынан аламыз да. 1, 2, 3, 4. 4 жалғап біттім, иә? Енді қайтадан жаңағындай жұмысымызды бұлай қарай айналдырып, 4 жіп санаймыз. 1, 2, 3, 4. Жұмыс жібімізді іліп шығарамыз. Қайтадан жұмысымызды оңға қарай айналдырамыз да, тағы да 4 жіп іліп аламыз. Тоқимыз. 1, 1, 2, 3, 4. Міне. Енді қайтадан
мына жұмысымызды айналдырамыз да, мына жақ емес, мына жақтан санаймыз қайттан жаңағыдай. 1, 2, 3, 4. 4 жіпті осылайынан іліп аламыз. 4-ші жіптен іліп аламыз. Қайтадан 4 жіп тоқимыз. 1. Ойбай, бісміллә. 1, 2, 3, 4. 4 болды, міне. Енді қараңыздар. Үстіп жалғанады. Сонда біздің бірінші қатар мен екінші қатардағы кольцомыздың ортасы мынандай 3 бұрыш болу керек. Әрқайсының ортасы осындай 3 бұрыш болу керек. 3 бұрыш болмай басқа бір форма шығатын болса, ол онда қате деген сөз. Сондықтан да 3 бұрыш жасайсыздар. Үстіп жалғап, бізде 3-еу тоқып біттік па, енді тағы да мына 3-еуін былайынан жалғап тоқисыздар. Сол кезде сіздерде екінші қатарда 6-ау болады. Мына 6-шыны тоқып болғаннан кейін жаңа бірінші қатар сияқты айналып барасыздар да, мына жақтан тағы да кольцо тоқисыз. Үстіп сіздерде мына жақта 4, яғни 4 қатар болу керек. Міне 1 қатар, 2 қатар, тағы да осыдан бөлек 2 қатар тоқисыздар. Қазір 7, 6, 5, 4. 4 келгеннен кейін тоқтайсыздар. Ары қарай қалай тоқылу керектігін көрсетемін. Мына жерін түсіріп жіберуді дұрыс деп санадым. Мінекей 4-еу тоқып алдым, жалғап алдым, иә, бірінші қатармен. Одан кейін тағы да 4-еу тоқыдым да, енді мен мынаумен жалғауым керекпін. Осылайынан айналдырып тоқып кетуге болмайды. Енді қараңыздар, осы жерден жұмысымызды айналдырғаннан кейін, міне, бірінші қатардағы кольцодан 1, 2, 3, 4. 4-ші петляға барып аламыз да. 1, 2, 3, 4, 4-ші петляға барып, осы жерден жұмыс жібімізді іліп шығарамыз. Сәл тартамыз, мінекей, бұлайынан түбіне дейін. Сонымен біз екеуін жалғап алғаннан кейін оң қаратамыз да, енді осы жерде шатаспау керек. 1, 2, 3, 4. Біз мына жерде жаңағы әрқайсына біз 12 талдан тоқыдық қоя, міне 1, 2, 3. 3 рет 4-4-тен тоқыдық. Мына жерде де дәл солай 1, 2, 3. 3 рет 4-тен тоқыдық та, енді ары қарай біз айналдырып тоқуымыз керекпіз. Қалған жағын жауып шығуымыз керекпіз. Ол үшін біз енді мына 12-ні тоқып біткеннен кейін тағы да мына 4-еу бір санап аласыздар да, ары қарай тағы да басынан бастап бір рет 12 тал санайсыздар. Не болмаса 16 тоқуларыңыз керек. Мына соңғы ретте 1, 2, 3, так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, 12-ге мен жеткізіп алдым. Сөйтіп, қалған 12 жібімді тоқыдым. Дәл осылай сіздерде тоқып кетесіздер. Екінші кольцоға жаңағы бірінші қатардағыдай өте береміз. Мына жердегі осы 2 жіптен өткіземіз да, крючогымызды. Жібімізді іліп шығып, соединительный петля жасаймыз осы 3 петляның арасында. Міне. Осылай жасаймыз да, енді ары қарай ұжы бағанағы бірінші қатардағыдай 12-12-ден тоқып шығамыз мына жерге дейін. Сосын қайттан айналдырып осылай тоқи бересіздер. Мінекей мен 4 қатарды да тоқып болдым. Міне, мына менің бірінші бастаған қатарым болатын. 1, 2, 3, 4. 4-ші қатарда міне қарап көріп тұрғандарыңыздай 4 кольцомен аяқтадым. Соңғы мына жерде 4 петлямды тоқып алдым. Енді мен қараңыздар, бұлай есептеген кезде менде әрқайсында 12 талдан. Мына жақта ғана 12 тал емес, соңғысында 16 тал. 16, демек мен мына жаққа 8 ғана петля тоқуым керекпін.
Ал мыналардың барлығына қалған үшеуіне 12-12 петлядан айналдырып тоқып шығамын мына жерден. Ешқандай жіпті өзгеріс келтірмейміз, тек қана осы жерден бастап 12 тал тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, 12 тал тоқып алдым. Біз жаңа аналардың арасын қалай қостық, дәл солай мынаны да қосамыз. Мына жерден не? Екі жібіміз. Мына екі жіпті аламыз да, 3 жіп жасап, осылайынан үшеуінен соединительный петля жасаймыз. Ары қарай тағы да мына жерге 12 тал тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 тал кетті. Енді тағы да арасынан соединительный петля жасаймыз. Тағы да 12 тал тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқта зарядка. 10, 11, 12. Тағы да соединительный петля. И соңғысына 8 тал тоқимыз. 1. Ой, тоқтаңыздар, 8 деп ғой. 6 тал тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тал. 6 талдан кейін мына жұмыстың басы мен аяғын қосамыз. Ол үшін ең бірінші петлядан жіп шығарамыз да, соединительный петля жасап, осы жерден бір петляға көтереміз. Және де мына жіпті мына жерден қиямыз. Сонымен біз аяқ киіміміздің бетін тоқып болдық. Қиямыз. Қиғаннан кейін мына жерді, мына жіпті осы жаққа қарай бетіп айналдырып жасырып тастаймыз. Міне. Әрбір неден петлядан шығарып бетіп айналдырып шығамыз. Бұл тез шешілетін жіп болғандықтан мүмкіндігінше қаттырақ етіп жасыруға тырысу керек. Енді мен мына жерден жібімді шығарамын да, осы жерден енді мына жіпті сәл осылайынан қатты түбінен емес, мына жерден бастап қиям.
мына жіпті де дәл солай қиямын. Және де бұны мен күйдіріп тастаймын. Себебі сөгітіліп кетпеу керек. Байқасаңыздар, мен ішіне қарай күйдірдім. Іш жаққа қарай. Сіздерде де дәл солай жасаңыздар. Ішінде жасырып қалып қалатындай. Мына бізде жаңағы аяқ киіміміздің бет жағы, мынау іш жағы болады. Екеуі екі түрлі. Мынандай өрім-өрім болып сыртына шығып тұрғаны бұл бет жағы. Ал мынау іш жағы, теріс жағы. Енді осы жерден біз қазір осы аяқ киіміміздің беті мен табанын бір-біріне жалғайтын боламыз. Бір-біріне жалғау үшін біз былай жасаймыз. Мынау менің аяқ киім табаным. Табанымның дәл ортасынан былай қойып аламын. Бұны жалғамас бұрын бізге басқа түсті мынандай жіп керек болады. Сәл ұзынырақ. Мысалға, енді мынандай жіп бар, я? Осыны қатты ұзын емес, енді бір байланатындай етіп 4 жіп қиып аламыз. 1, 2, 3, 4. Осы жерде аяқ киімдеріңіздің қисық шығып қалмауы керек. Соған мән беретін боламыз. Міне, дәл осылайнан қоямыз да, мен алдыңғы аяқ киімге қарап санап алдым, міне. Бірақ сіздер қалай шығарасыздар, соны қазір көрсететін болам. Мен мына жерден 9 петля тастаған екем дәл ортасынан. Сол 9 петляны санап қойып қойдым осылай. Ал енді сіздер қалай есептейсіздер? Дәл ортасын табасыздар, міне мына төртеудің ортасы. Осы ортасын тауып, мына жақтан, міне, егерде менің размерімде сіздер тоқып атсаңыздар, онда дәл гүлдің тұсынан крючогымызды кіргіземіз мына жіпке. Сосын мына жақтан аласыздар өздеріңіз. Примерно алып бір. Кольцодағы жіппен екеуін қосамыз. Так. Міне. Осылайнан қосып аламыз. Осылай жалғап алғаннан кейін, мына жаңағы кесіп алған жібіміз бар ғой, осыған жалғаймыз. Міндетті түрде сіздерде жіптеріңіз басқа түстен болсын. Себебі біз бұны соңынан алып тастаймыз. Бұл жай ғана басы мен аяғын қосып алу үшін. Бір рет, в общем, қаттылап байлайсыздар ғой мүмкіндігінше. 2-3 рет байлайын. 3 рет не байладым. Мына жіп тез шешіліп кетеді, сондықтан да мықтылап тұра байлаңыздар. Енді келесі жағын дәл солай жалғап аламыз. Мен жаңа есептедім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мен 10-шысына жалғауым керек, міне. Ортасында сонда 9 жіп қалу керек. Мына жерден тағы да бір жіп жалғап аламыз. Мына жақтан алайын. Осылайнан жалғап аламыз да, тағы да осылай жіпті байлаймыз. Басқа түсті жіпімізді. Міндетті түрде қаттылап байлаңыздар, себебі тартқан кезде бұл шешіліп кетуі мүмкін. Міне. Енді осылай екі басын жалғап алғаннан кейін біз мына жағын жалғауымыз керекпіз. Бұл жағы менде мынаған қарайтын болса, міне, тура гүлдің мына жапырағының тұсында тұр, иә? Демек, мен қазір аламын, міне, мына жерге әкелуім керекпін. Мынаны барынша тарта беріңіздер. Ештеңе болмайды, бұны тартып әкелесіздер осы жаққа.
міне осылайынан тағы да бір жібімді басымен жібімді байлап аламын осылайынан. Бұны да мықтылап тартып байлайсыздар. Енді мынаны да дәл солай. Мына жағынан тартып бүйтіп байлаймыз. Бұл менде міне екі жапырақтың ортасында тұр. Не болмаса міне мынаумен мына жерде тұру керек. Мына жерде тұру керек. Көрдіңіздер ме? Мына мен мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы келу керек қой. Бұны да осылай байлап аласыздар қаттылап. Міне. Сонда біздің осындай аяқ киіміміз пайда болады. Енді біз жалғап болғаннан кейін мына жерді және мына жағын тоқимыз. Мынаны біріктіруіміз керек біз. Ол үшін біз басын күйдірмеппін ғой. Мына бізде міне. Мына менің жаңағы мына жерден алдым, мына жіптен алдым, көрдіңіздер ме? Осы жермен мына екеуінің ары, міне, кольцодағы жіпті екеуін бір-біріне жалғаймыз. Мына жерден алсаңыздар болады, мына түбінен, не болмаса, одан бұрынғы жіптен алайық, біз. Үстіп аламыз да, мынау жұмыс жібін іліп, екеуінен бірақ шығарып аламыз. Екеуін бір-біріне жалғауымыз керекпіз. Міне. Жалғап, бір воздушный петляға көтереміз осылай. Бір жіп іліп аламыз да. Мына біздің кішкентай жібіміз ғой. Кішкентай жіптен тартып. Енді тура біз осы жерден бастап, жаңағы мына кольцодағы жіптен тағы да екеуін біріктіріп, тағы бір рет тоқитын боламыз. Мына жерден алдық па? Осы жерден 3 рет тоқимыз. 3 жіп шығарамыз. Міне. 2 келесі ары қарай 3 рет іліп аламыз. Мына шешіліп кетпеу керек, сол үшін. 3 реттен кейін біз енді былай қарай жылжитын боламыз. Келесі, міне мынау астындағы келесі петляға қарай жылжимыз. Міне мынау астындағы қызыл петляға бір рет ілеміз да, енді мына жерден бір петля тоқимыз. Мына кольцодағы бір петляны аламыз.
мына жіпті міндетті түрде арасына бірге қосып тоқып кетіңіздер. Келесі тағы да мына астыңғы қызыл жіп, бірақ кольцодағы келесі жіпке өтеміз. Сонда астындағы бір жіпке 3 рет тоқимыз да, кольцодағы 3 жіпті аламыз ғой. 2, кольцодағы екінші жіп кетті. Және де кольцодағы, астындағы жіпке 3-ші рет іліп атырық, бірақ кольцодағы 3-ші жіп. 3-ші жіп, ол бізде мынау. Міне. 3-ші жіп. Мына жіпті міндетті түрде бірге қосып тоқып жіберіңіздер, себебі соңынан жасырып жүрмейсіздер. Келесі енді ортада бізде бір мынандай бос жіп қалады, осындай кольцодағы, табандағы жіп. Бұған 3 рет жіп іліп аламыз без накида. 1, 2, 3. Енді келесі жіпке өтеміз. Ол келесі жіп бізде мына жақта тұр, міне. Астыңғы жіптен біреу, астыңғы жіпті іліп аламыз, кольцодағы жіптен біреу тоқимыз. Екеуінің ортасы маңызды емес, бастысы қатты тартылып қалмау керек қой. 1 рет іліп алдым. Тағы да астыңғы жіптен ілеміз. Ақтан, одан кейін кольцодағы жіп, келесі жіпке көшеміз. Кольцодағы келесі жіп. 2, астыңғы жіптен шығарамыз да, кольцодағы жіпке қайттан көшеміз. Кольцодағы жіптің міне менде 3-шісі. 3. Кетті, ары қарай бізде ортада тағы да мынандай бос жіптер қалады. Осыларға тағы да көшеміз. 1, 2. Кедергі жасаса болды, мен барынша осы жерге дейін жасырдым, енді ары қарай тастап кете берсем болады. 3. Ортадағы жібім кетті, 3-еу болып. Енді келесі ары қарай біз мына кольцоны мына жіпке тоқуымыз керекпіз. Міне. Тағы да кольцодағы жіптен біреу, кольцодағы жіпті аламыз. Бір рет тоқыдым. Егер де сіздерде мынандай келіп қалса, онда келесі жіпке ауыса берсеңіздер болады, мен сияқты. Бір рет тоқыдым да, енді мен келесі жіпке ауысам осы жерден. Так, 2. 3. Кольцомен байланыс бұл. Одан кейін менде бос тоқимын, жай ғана 3 петля тоқып шығам. 1, 2, 3. Келесі ары қарай менде мына жерде жіп тұр. Осымен кольцоны байланыстырам. 1, 2, 2. Одан кейін мен келесі жіпке өте берем.
үшеу, ары қарай мен кальциум мынаған толығымен жату үшін мен осылай жалғастырып тоқи берем. Міне осылайынан. Енді қараңыздар. Мына жерде мен мына жіптен іліп алдым, мынадан емес, иә, демек мен осы жіпке қарай көшуім керекпін уже. Осы жіптен іліп аламын да, мына жерден шығарамын. Міне, кальциумнан шығарамын. Сыртында қала берсе болады. Ақ жіпті по-любому алып тастаймыз біз. Бір. Тура жаңа кальцияда қай жерден шығардыңыз? Сол жақтан шығарасыз. 2. Басында үш рет іліп алдық қой. Енді мына жақта да дәл солай үш рет іліп аламыз. 2. 2. 3. Үш рет іліп мен жатқызып алдым осылайынан. Енді дәл осы жерден бір петляға көтеремін да, мынаны кесіп алып тастаймын. Нәжімді кесіп тастаймын. Негізі кеспей былай айналдырып тоқимын десеңіздер де болады, бірақ ол кезде мына жері желбір болып дұрыс емес болып қалады. Сондықтан да мен осылай кесіп тастаймын. Кесіп, енді қараңыздар, мынаны шешіп алып тастасаңыздар болады, бұл шешіледі. Бұл енді бізге қажеті жоқ. Жаңағы, егерде сіздер сіріңкемен күйдіріп отырмасаңыздар, міне осылай сөйтіп кетеді жіптеріңіз. Сондықтан да міндетті түрде күйдіріп отырыңыздар. Енді мына жіпті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күйдіресіздер деп жасырасыздар. Мен бұны жаңағындай жасырамын. Осылай айналдыра саламын. Мынаған. Осылай айналдырып шыға саламын. Сөйтіп айналдырып, мынаны күйдіре саласыздар. Мына жақтағы жіпті де дәл солай ала саласыздар. Шешіп. Болды, бұл бізге қажеті жоқ. Мына жіпті де жасырып жүрсеңіздер болады, жаңағы басы. Прям шешілмей бара жатса, негізі шешіледі, бірақ прям шешілмей бара жатса, түбінен кесіп жүрсеңіздер шешіліп кетеді. Міне. Болды. Осылайынан тоқып шығасыздар. Мына жақты да дәл осылай тоқисыздар. Ал достар, мен өзімнің аяқ киімімді тоқып болдым соңына дейін. Мінекей, жасыратын жерін жасырдым, күйдіретін жерін күйдірдім. Осымен бізде осындай әдемі аяқ киім пайда болады. Өте оңай тоқылуы, тез тоқылады, және де өте әдемі болып шығады. Енді мен мынау кольцоларды қайдан алды десеңіздер, мен бұны алтын қол дүкенінен алдым. Ол Алматыда Барахолка базарында, Дәстүр не болмаса Адем базарларында бар ол магазин. Сол жерден алсаңыздар болады. Бұл
кальцияның бір штугын мен 10 теңгеден алдым, ал жібек жіпті 400 теңгеден алдым. Табан 1500 теңге. Ары қарай өздеріңіз есептейсіздер. Кальцио бір аяқ киімге менде 22 штук кетті. Егер де сіздер бұл размерден сәл үлкенірек тоқсаңыздар, онда мына жаққа кішкене қосасыздар. Мысалға мен 7-ден бастасам, сіздер 8-ден бастауларыңыз мүмкін. Солай размер үлкейген сайын кальцияның саны да өзгеріп отырады. Яғни 7 болса, онда 8. 8 болғаннан кейін мына жақ наоборот керісінше 7 болады, 6 болады, жаңағы 5 болады. Сөйтіп аяқтайсыздар. Ал егер де тағы да одан көбірек үлкен размерге тоқсаңыздар, онда 9 болады. 9, 8, 7, 6 мен аяқтайтын боласыздар. Енді егер де осы видео ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге көп рахмет. Міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді комментарий бөліміне тастап кетсеңіздер болады. Қоңырауша белгісін қоюды ұмытпаңыздар.